Өткен ғасырдың 50-51 жылдары. Қайғы қасірет әкелген соғыстан кейін ел есін енді ғана жиып келе жатқан кез. Көптен денеге жабысқан дерт, жіңішке туберкулез ауруымен науқастанған әкем Шымбайды ағалары Бұқара қаласы ауруханасынан ауылға алып келді. Менің 8-9 жасар кезім, үлкендердің айтуы бойынша ауруы асқынған, дәрігерлік ем қонбаған. Әжем мен ағалары бір Алладан күтеміз. Өмірі болса дертінен айығар, болмаса маңдайға салғанды көремізде, деп айтып жатты. Әкем өте азған, дауысы дәлсіз шығады. Жөтел қысқанда қатты қиналып, көздері жасаурап, әлсіреп қалады. Шешем де, біздер де үлкен уайымға батып жүрміз. Небәрі 30-дан енді асқан әкемізді аяп, өмірден өтіп кетсе, күніміз қалай болады деген ой мазалап, қиналып жүреміз. Әкемнің аға-інілері және әжем өзді-өзді сөйлесіп, дәрігер қайтарды деп қарап отырамыз ба, дертіне шипа берейін десе жаратушының қолында. Қазақ емшілеріне қаратайық, Алла шипасын берсе аурудан айығар десіп, емшіні алдырып әкемді көрсетті. Емші кісі ауруды жан-жақты қарап, кетерінде әкемнің аға-інілеріне: бұл аурудың емі жіліктің майы. Күнде таңертең шыжғырылған жілік майын аш қарынға ішсе, етті қайнатып, сорпалы тамақты үзбесе, содан әкемнің дертінің емін айтып береді. Бұл кез елдің әлі тұрмысы төмен, ас ауқаттың тапшы кезі. Ол кезде халық өте ауызбіршіліктеді ғой. Жан-жаққа хабар беріліп, Шыңбайдың ауруына жіліктің майы ем екен, қолынан келген ағайын жәрдем берсін деп айтылғаны есімізде. Біз Тәуелбай жерінің Кенемех ауданына қарасты Сайлау, Жұлдызқақ, Гелтай, Баймұрат, Қалмұрат қазған деген жерлерде тұратынбыз. Хабар тарасымен күнде жан-жақтан соғымға сойған жылқының, түйе сойған түйенің, қой, ешкі сойғандары қой, ешкінің майлы жілігін бір асым ет қосып әкеліп беріп жатты. Көз аяғы қыс басынан бастап үйде шағылмаған жілігі үзілмеді. Күнде кісі аяғы да басылмай, әкеміздің қал жағдайын сұраушылар да тынбай келіп жататын. Қыс аяғына дейін әкеміз жілік майымен емделіп, әкелген етті жеп, сорпасын ішіп, көктемге қарай дертінен тәуір болды. Көктем соңы әбден жақсы болып, бойына күш-қуат оралып, тіршілікке араласа бастады. Жасшыға жұмысқа тұрып, тұрмысымыз жөнделіп, ел қатарына қосылдық. Иә, бәрі де бір Алланың құзырында ғой. Рақым етіп, дерттің шипасын берейін десе, жазылмайтын ауру жоқ. Сол кездегі халықтың ықылас пиғылы да өзгеше еді ғой. Өздеріне жетіп жығылып, кейбір үйлерде сауқат аз қатық кем болса да, біздің деніміз сау ғой. Бидай, тары көже ішсек те өлмеспіз. Дертті кісіге қиын ғой. Ем болсын деген ықыласының өзі қандай десеңші. Біздің тілегімізге, елдің ықыласына қарай, емшінің айтқан емі себеп болып, Алла әкемізді дертінен айықтырып, ажал аузынан қалды. Кейінде өзінің денсаулығын күтіп, ем-домдарын үзбей, әкем немере шөбере көріп, 1986 жылы жасы 70-ге келіп, өмірден өтті. Міне, сол кездегі елдің пиғылы, елдің ауызбіршілігі, ынтымағы қандай еді. Біреу қиналса, ел боп уайымдайтын. Біреудің басына қайғы келсе, аяп, бүкіл ел қайғыратын. Біреуге көмек керек болса, ел болып жабыла қолдарынан келген жәрдемін беретін. Дертті болған кісінің ауруына шипа екен десе, жалғыз лағында аямайтын. Әкеміздің ауруынан тәуір болуына көмек берген қазақтың 300-нің рулары және қарақалпақ ағайындар да болды. Ол кезде елдің ынтымағы ұйтқан, бірлікке, татулыққа шақырып отыратын, көнекөз қариялар көп болатын. Сондықтан да халық өте тату тұратын.